Талас ауданы Ақкөл ауылына көгілдір отын берілді. Табиғи газдың алауын ауданға жұмыс сапарымен барған облыс әкімі Ербол Қарашөкеев жақты. Талас ауданына қарасты Ақкөл ауылында 2000-нан астам адам тұрады. Қазір 411 аулаға көгілдір отын тартылған. Яғни елді мекен толық табиғи газ игілігін көреді деген сөз. Ауданға арнайы келген облыс әкімі Ербол Шырақбайұлы көпшіліктің қуанышына ортақтасты. Жүректен бауыр рұқсат етіңіздер. Осы қуаныштарыңызды өздеріңізбен бөлісу үшін арнайы ауылдарыңызға келіп отырмын. Табиғи газбен қамтамасыз ету бағытында 11,8 миллиард теңге, теңгеге 11 жобасы іске асырылып, халықтың газбен қамту үлесі 91%-дан асты. Облыс әкімі Қаратау қаласына да ат басын бұрды. Орталық саябақта қолға алынған жұмыстарды пысықтады. Бұл бастамаға аудандық бюджеттен 16 миллион теңге бөлінген. Кеншілер монументі орналастырылып, су бұрқақ соғылған. Десе де талай жылдан бері тозығы жеткен саябақ әлі де күрделі абаттандыруды қажет етеді. Моноқалаларға кіру үшін, жоспарға ену үшін 50 километр границаның қасында, болмаса 50 мың халқы болатын қалаларды кіргіземіз деген болады. Ербол Шырақбайұлы жыл сайын 15 мың тонна натрий цианидін өндіруге қауқарлы Талас Инвестмент Компани жұмысымен де танысты. Қазір мұнда кәсіпорынның екінші кезеңінің құрылысы қолға алынған. Ал облыс әкімі осындай ірі кәсіпорындардың іргесінде шағын жобалардың жүзеге асуы керектігін баса айтты. Серіктестік басшылығы болса 5 шағын жобаны қолға алатындығын жеткізді. Қанат Күзберген, Елдар Түстікбай, 24 News.